Мә, саған пиццаны апарам деп мен шаршап кеттім ғой. Мана пицца жұмыс істеуші болып жұмыс жасап жатыр. Мен де қазір осы пиццаны қалай да болмасын тапсырыс берген адамға өткізіп қойдым. Әйтпесе маған ақша бермей қояды ғой. Сондықтан қазір мына пиццаны тезірек барайын. Так, карта бойынша ол мына үйдің ішінде пиццаға тапсырыс берген екен. Қазір пиццаны беретін боламын. Так, мына үйдің ішінде ме точно? Осы үйдің ішінде ғой деп. Мен де осы жер қазір велосипедім осында қояйын да пиццаны тапсырыс берушіге беріп қойдым. Қазір бір пиццаны алайын. Міне так, пиццаны алдым. Енді қазір пиццаны тезірек беріп қойдым. Болмаса қазір пицца суып қалды ғой. Так, пиццаны әкелдім. Ассалаумағалейкум аға, сіз бе пицца заказ берген? Пиццаны заказ берген. Мен кеш келдім ғой, 5 минуттың ішінде келеді деп еді, сен 10 минуттың ішінде келдің ғой. Аға, мен велосипедпен келдім, сондықтан кеш шығып қалдым. Енді бірақ мынау суып қалған жоқ, сондықтан әлі ыстық қопты, сондықтан тез жеп алсаңыз болады. Суып қалған жоқ дейсің, ондай болса жарайды, саған $20 беремін. На, $20 ал, сен пиццаны әкел маған. $20 ма? Мәссаған базар жоқ. Ондай болса пиццаны мында қойайын, кәде өзің жейсіз. Так, пиццаны мында қойдым. Аға, енді пиццаны жебесеңіз болады. Молодец, рахмет саған. Мәссаған $20. Мәссаған $20 ема базар жоқ. Маған $20 бірінші етіп тұр. Енді мен тезірек басқа пиццаларды да өткізіп тастаймын. Әйтпесе маған жұмыстан қуып жіберу мүмкін. Пиццалардың бәрін өткізіп тастады екен. Сондықтан қазір осы пиццалардың бәрін тапсырыс берген адамдарға беріп қойдым. Әйтпесе қазір пицца суып қалып маған ақша бермей қалуы мүмкін. Сондықтан тезірек кетіп қалайын. Мына велосипедпен ема велосипедпен жүру өте қиын екен мына жерде. Машиналар өте көп. Сондықтан тез жүруге тырысуым керек. Әйтпесе мына пиццаны дәл уақытында апармайтын болса, мені бастығым жұмыстан қуып жіберуі мүмкін пицца тапсырушыдан. Сондықтан қазір мына пиццалардың бәрін дәл уақытында апарып тастаймын. Ема мен шынымен де пицца тапсырушы болып жұмыс кіргенім жақсы болды. Әйтпесе мен қазір қолымда ақша болмаушы еді. Енді қазір осы пицца тапсырып ақша жинайтын болдым ғой. Бірақ енді басқа жұмысқа тұру керек. Мына жұмыс өте қиын сияқты, себебі велосипедпен жүру шаршап кеттім. Ема қаланың шетінен барып уже 10 шақты пиццаны жинап апарып жүрмін. Бірақ енді қалай да болмасын мен бір жұмысқа тұруым керекпін. Ақша көп төлейтін, бірақ енді қандай жұмысқа тұрсам болады екен? Ема мына жақта емес, екінші пиццаны әкелу. Так, мына жақта емес қой деймін. Мен басқа жаққа кетіп қалдым ғой деймін. Мәссаған базар жоқ, велосипедтен құлап түстім ғой. Енді тезірек барып қойдым. Так, мына жақтан шығу керек қой деймін. Сондықтан пиццаны тезірек апарамын. Так, достар, мыналар кімдер? Ема мыналар кек алушылар ма? Базар жоқ, мыналар не істеп жатыр? Қазір мына жерде барып былай тығылып қараймын, не істеп жатыр екен? Ема мыналар біреуді ұрып жатыр ғой. Халық тұр, Капитан Америка, өлмекші адам, ана жерде жатқан темір адам ба? Базар жоқ, темір адамды не үшін ұрып жатыр Капитан Америка? Қазір көріп қойдым, не үшін ұрып жатқан? Темір адам, сен күшің қайтып қалды. Сен не әлсіз болып қалғансың ба? Костюмдардың бәрін айырылып қалғансың ғой. Капитан Америка, ұрма мені, ұрма. Менің костюмдарымды бандиттер алып кетті. Мен осы костюм ғана қалып тұр. Менің күшім азайып қалды. Мен ұрма. Темір адам, сен күшің кетіп қалды ғой. Сен әлсіз болып қалғансың. Енді сен біздің командада емессің, ұқтың ба? Кек алушылардан сені қуып жіберетін боламыз, ұқтың ба? Сенің күшің жоқ, біз мықтымыз. Темір адам, сен не күшіне айырылып қалғансың? Сен біздің команда дедің ғой. Енді сен әлсіз болып қалдың. Енді сен бізге керек емессің. Мәссаған жігіттер, сендер мен достарым едіңдер ғой. Ема бір команда дедік қой. Не үшін мені қуып жіберіп жатсыңдар? Жап ауызды. Сен күшің жоқ, енді біз мықтымыз. Сен әлсізсің. Сені командадан қуып жібереміз, жарай ма? Жігіттер, болды, кеттік, мына жерде жата берсін. Давай, Капитан Америка, кеттік, мына темір адам жерде жата берсін. Күші жоқ болды, енді бізге керек емес бұл. Ема базар жоқ, мыналар сонда темір адамды командадан қуып жіберді ме? Ема мыналар кетіп жатыр ғой. Не үшін темір адамды тастап кетті? Базар жоқ, мыналар шынымен де кек алушылар өте жаман екен ғой. Темір адамды өздерінің командасынан қуып жіберді. Ема базар жоқ, мына қазір темір адам көмектесейін. Ассалаумағалейкум, темір адам, саған көмектесейін бе? Мәссаған, сен кімсің? Сен не үшін мында тұрсың? Ема базар жоқ, менің күшім жоқ, маған көмектеспей қойсаң болады. Темір адам, не болып қалды? Не үшін сен командадан қуып жіберді? Менің костюмді бандиттер алып кетті, сондықтан мені осы костюмді ғана алып тұр, сондықтан менің күшім бәрі жоқ. Олар енді менің командаға қоспайтын болды, себебі менің күшім азайып қалды. Енді мен жай ғана Тони Старк болып қалдым, темір адам емеспін болды. Мәссаған, сонда сен костюмді бандиттер ұрлап әкетті дейсің бе? Ол бандиттер не үшін ұрлап әкетті сен костюмді? Ол бандиттер менің костюмым мықты екенін көре алмай алып кетті. Енді мен жай ғана әлсіз адам болып қалдым. Ема сенің атың кім болады? Менің атым Джонни болады. Мен саған көмектесе аламын ба бір нәрсе ол? Джонни, маған костюмдарын әкеліп бере аласың ба? Егер костюмдарын әкеліп беретін болсам, мен саған $1 миллион беретін боламын. Ема базар жоқ, $1 миллион дей ме? Мәссаған, $1 миллион деген өте көп ақша ғой. Базар жоқ. Келсем $1 миллион болса, ондай костюмдарын бәрін әкеліп бере аламын. Мәссаған, рахмет, ондай болса саған картада костюмдарын жіберемін, сол костюмдарын маған әкел, жарай ма? Сөйтіп мен саған $1 миллион беретін боламын. Мәссаған, рахмет, ондай болса мен кеттім, ондай болса шынымен де сен костюмдарын алып келіп маған картадан жібересің ғой? Давай, бара бер, мен саған картадан жіберетін боламын. Мәссаған, сонда ана Тони Старктың костюмдарын әкеліп берген үшін саған $1 миллион береді. Мәссаған, өте мықты ғой. Мына кек алушылар мында тұр. Мыналар вообще темір адам тастап кетті ғой. Темір адамды өздерінің командасына қуып жіберген өте жаман екен. Мен сондықтан қазір темір адамға қалай да болмасын көмектесуім керек пе? Әйтпесе темір адам кек алушылардан қуып жіберді ғой. Сондықтан көмектеспейтін болсам, қазір темір адам әлсіз болып қалады. Мына қаланы құтқаратын қаһармандар азайып қалады. Сондықтан тезірек барып қазір темір адам көмектесіп қайдым. Ол темір адамның костюмдарын кім ұрлап әкеткен дейді? Бандиттер ұрлап әкеткен бе? Олар не үшін ұрлап әкеткен екен? Қазір көріп қайдым, темір адамның костюмдары қандай болады екен? Ол шынымен де сонда мықты костюмдар ғой дейме? Қазір картадан көрейін қай жерде екен. Егер білмейтін болсам, телефоннан көру керек. Қазір шынымен де мен темір
темір адамның костюмдарын алып қайтайын. Ол бірінші мен дайын болуым керек сияқты ғой деймін. Сондықтан қазір қару-жарағымды алып қайтайын бандиттермен соғысуға. Тони Старктың айтуы бойынша темір адамның бірінші орындағы костюм мына жерде орналасқан дейді ғой. Қазір қайтайын, рас па екен әлде өтірік пе екен? Мынау құрылысшылардың жері ғой деймін. Ема базар жоқ, құрылысшылардың жерінде темір адамның бірінші орындағы костюм істеп жатыр екен. Ема мыналар бандиттер ма? Базар жоқ, мыналар шынымен де бандиттер екен ғой. Темір адам өтірік алдамапты. Темір адамның костюмын ұрлаған ғой. Ема аңғарандар. Темір адамның костюмы мына шынымен де бірінші орындағы ескі. Ал мыналар болса бандиттер ғой дейме. Мәссаған мына бандиттердің қазір көзін құртым керекпін. Бірақ бұлар шынымен де өте көп екен. Так, міне базар жоқ. Ема мыналар мені атып жатыр ғой. Қазір бұл көздерін құртым керекпін мынаның. Ема базар жоқ, мыналар шынымен де өте мықты екен ғой. Бірақ мен мыналардың көздерін құрттым. Бірақ мына костюмым құлап кетті ғой дейме. Ема базар жоқ, қазір костюм киіп алайын. Шынымен де костюм құлап қапты. Костюм бұзылмай тұрған кезде тезірек киіп алайын. Міне базар жоқ, костюмды киіп алдым. Ема ана костюм шынымен де мықты екен ғой. Бронясы кәдімгідей. Ема ана мен енді оқ өтпейтін костюм ғой демек. Қазір шынымен де велосипедімді мініп алайын. Ол велосипед мен көтере ме екен, әлі көтермей екен? Мен деу кеттім ғой. Ема қазір ауыр салмақты болып кеткен шығар, сондықтан тезірек былай өтіп кетейін. Ема велосипед ақырын жүріп барады. Ана шынымен де ауыр екен ғой ана костюм. Андай ауыр болады деп ойлап отырмын. Қазір кішкене от қосайын. Кішкене тез жүремін осылай. Ема базар жоқ, ана костюм шынымен де мықты сияқты. Қазір мен екінші орындағы костюмді тағып көрейін. Ема бірінші орындағы костюм мынандай деу болады деп ойлап отырмын. Шынымен де өте мықты сияқты. Себебі оқ өтпейтін сияқты ана костюм. Бағана гранатометпен жарып едім, ешқандай жері зақым демеген, бірақ бұл сырты әдемі емес екен, бірақ сонда да бронясы мықты екен. Сондықтан қазір екінші орындағы костюмді алатын боламын. Бірінші орындағы костюм осындай мықты болатын болса, екінші орындағы костюм қандай болады екен? Қазір ол қай жерде екенін білетін боламыз. Тони Старк қазір жіберсін ма картаны. Ол сонда бандиттер темір адамның костюмын не үшін ұрлап кеткен екен? Бірінші орындағы костюмды жаңа кәдімгідей өте көп бандит ұрлайтын болса, екінші орындағы костюмді одан да мықты бандиттер ұстайтын сияқты ғой дейме. Сондықтан тезірек қазір барып бандиттердің бәрін көздерін құртып қайтайын. Сөйтіп мына екінші орындағы костюмді апарып, содан кейін тағы да үшінші орындағы костюм бар ма екен, әлде осы екінші орынға шейін бар ма екен? Сөйтіп темір адамға қайтсем де апарып бермек пе? Әйтпесе темір адамның костюмсыз қалады ғой. Сөйтіп қалада қорғайтын қаһарман да азайып қалады. Сондықтан тезірек барып қайтайын. Қазір болмаса темір адам күшсіз қалып, әлсіз болып қалады. Сөйтіп келушілердің кетіп қалады ғой. Темір адамның күші азайып қалатын болса, сондықтан қазір тезірек барып қайтайын. Бұлай қазір мына костюм шынымен өте ауыр екен. Так, оның костюмі қаланың шетіне дейді. Сондықтан қазір қаланың шетіне тезірек барып қайтайын. Қазір мына жақты көріп қайтайын. Мына жақта темір адамның костюмы бар ма екен, әлде жоқ па екен? Мәссаған, Тони Старктың айтуы бойынша екінші орындағы костюм мына бандиттердің жерінде ғой дейме. Мәссаған, мына жерде шынымен де бандиттер өте көп екен. Базар жоқ достар, қараңдар. Мына бандиттердің қолында қару-жарақтар толып тұр. Мына жерде абай болу керек, болмаса бандиттер атып тастауы мүмкін. Ема мына жерде қаншама бандиттер? Базар жоқ, мында 100 шақты бандиттер бар ғой дейме. Мәссаған, әрқайсысының қолында мынандай қару-жарақтары бар. Қазір мен қаруымды шығарсам, олар мені атып тастайтын сияқты ғой дейме. Бірақ мына жерде екінші орындағы костюм мына жерде тұр екен. Қазірнен алатын болса мені атып тастауы мүмкін. Сондықтан олардың бәрін қазір көздерін құртуым керекпін. Велосипедті осына қойып қойдым да, қазір мыналардың көздерін құртатын боламын. Так, мыналардың бәрін былай атып тастайтын боламын. Ема базар жоқ, мына бандиттер өте көп қой. Ема мыналар мені бәрі атып жатыр. Қазір мыналардың көздерін құртуым керекпін қайтсем де. Ема мыналар қаншама мына бандиттер. Базар жоқ, мыналар өте көп қой. Базар жоқ, ема мыналар 100 шақты бар шығар мына жерде. Қазір мыналардың көздерін құртуым керек. Мыналар бәрі мені атып жатыр ма? Қазір мыналардың көздерін құртам, былай гранатометпен былай атып тастаймын. Ема базар жоқ, былай атып тастаймын, сөйтіп былай атып тастаймын. Бәрін көзін құртқан сияқтымын. Қазір қалғандарын бәрін қару-жарақпен өлтіріп тастайтын боламын. Так, базар жоқ, тағы жерде бар екен. Қазір бандиттердің бәрін көздерін құртатын боламын. Мыналар мені атып жатыр ғой. Ема мына жерде қаншама бандиттер бар. Ема мен бандит соғып кетті. Базар жоқ, мына бандиттер өте көп екен ғой. Мынаншама көп болады деп ойлаппын, бірақ сонда да мен бандиттердің көздерін құрттым. Енді қазір қалғандарын бәрін өлтіріп тастаймын. Так, мына бандит мені атып жатыр ма? Базар жоқ, қазір көзін былай атып тастаймын. Так, міне базар жоқ, міне екінші орындағы костюм тұр. Осыны қазір киіп алайын да, сөйтіп басқа үшінші орындағы костюм тауып алайын. Үшінші орындағы костюм бар екен ғой шынымен де. Сонда бірінші орындағы костюм осындай деу металл ломнан жасалған, ал екінші орындағы мынандай кәдімгідей көзіне лазер ататын ұқсайды екен, өте мықты екен. Базар жоқ, қазір осы екінші орындағы костюм тағып алайын. Ема достар, қараңдар, мен екінші орындағы костюм тағып алдым. Бұл екінші орындағы костюм не істей алады екен? Ема достар, қараңдар, мен тез жүгіре аламын. Базар жоқ, шынымен де артынан от шыға ма, сондықтан тез жүреді екен. Қазір алысқа секіре аламын ба? Мәссаған, шынымен де алысқа секіре алады екен. Мынау шынымен де өте мықты екен ғой. Бағана бірінші орындағы костюм қарағанда мынау екінші орындағы костюм өте мықты ғой. Ема базар жоқ, Тони Старк екінші орындағы костюм өте мықты қылып жасап қойыпты. Так, мына бандит қой деймін, бағана бандит қазір көзін құртатын болды мына бандит. Мәссаған, базар жоқ. Мәссаған, Тони Старктың костюмын ұрлап кетті, сондықтан жауап беретін болсын. Так, мен жерден кетіп қалайын тезірек. Қазір бандиттердің бәрі шығып қалуы мүмкін маған. Сондықтан қазір мына жерден кетіп қалайын да, үшінші орындағы костюмды ашатын боламын. Ол қай жерде орналасқан екен? Оны бірінші болып тауып алу керек. Так, мына шынымен де өте мықты екен ғой. Ема машинаны сындырып тастадым. Өте мықты ғой мына костюм. Бұл костюм тағы да не істей алады екен? Бұл тез жүгіре алады екен. Ема сөйтіп мынандай алысқа секіре алады екен. Базар жоқ,
мынандай мықты костюм болады деп ойлап, бағана бірінші уровеньдегі костюм қарағанда мынаның өте мықты ғой. Бірінші уровеньдегі костюм бронясы мықты болды, ал мынаның болса мынандай секіретін және тез жүгіретін күші бар екен. Қазір бұлай тез шығып қалай мына жерден болмаса үшінші уровеньдегі костюм таба алмай қалатын болады. Тони Старктың айтуы бойынша үшінші уровеньдегі костюм осы тау жақта ма? Ема таудан құлап түстім, қазір тауға қайта міне болайын. Тони Старктың айтуы бойынша үшінші костюмын Веном және обратный флеш сөйтіп тағы да бір зұлым злодей алып кетті дейді ғой. Үшінші уровеньдегі костюм соны көріп қайдым, рас па екен әлде өтірік па екен? Темір адамның үшінші уровеньдегі костюмы Веном не істейді екен? Мына Веном ғой шынымен де. Мәссаған мына Веном темір адамның костюмын ұрлайды деп ойлап так мында Веном бар, обратный флеш именно Дэдпул ма? Мәссаған Дэдпул зұлым емес деп ойласам, ол да зұлым болып шыққан екен ғой. Мында Веном бәрі тығылып тұр екен. Қазір мен көрмей тұрған кезінде артынан барып көзден құрт бастаймын мыналардың. Базар жоқ, мыналар шынымен де маған қарсы шығып отыр ғой. Мені көріп қойды ғой дейме. Мәссаған обратный флешті құлатып тастадым. Енді қазір Веном мен Дэдпулдың көзден құртып тастамасам, мыналар өте мықты екен ғой. Дэдпулдың көзін құрттым, енді қазір Веномның көзін құртуым керек ме айтсам де, қазір қолыма дубинка алып алайын. Мәссаған шынымен де өте мықты ғой. Веномның қазір Веномның былай көзін құртатын болам. Базар жоқ. Мәссаған Веном қазір сенің көзін құртатын болам. Қазір сенің базар жоқ. Мәссаған өртеніп кетті ғой. Қараңдар достар. Мәссаған Веном өртеніп кетті. Веномның қас жағы от еді ғой. Енді қазір отқа өртенетін болды. Қазір мұны обратный флеш алып екен ғой. Қазір көзін құртатын болам онда. Міне обратный флештінде көзін құрттым. Енді точно көзін құртқан сияқты. Себебі қаншама рет РПГ-мен аттым. Базар жоқ. Былай атып жіберейін тағы да. Енді базар жоқ. Мына жерде мен темір адамның үшінші уровеньдегі костюмды алып алдым. Бұл үшінші уровеньдегі костюм қандай болады екен? Мына екінші уровеньдегі костюм осыншама алысқа секіре алатын, мында тез жүре алатын болса, үшінші уровеньдегі костюм одан да мықты болатын сияқты ғой дейме. Сондықтан қазір тезірек үшінші уровеньдегі костюм тағып алайын. Мәссаған достар, қараңдар, мен үшінші уровеньдегі костюмды ашып алдым. Менің супер күштерім ашылды ғой деймін. Қараңдар достар. Мәссаған менің шынымен де супер күштерім ашылыпты. Базар жоқ, мынандай күштерім пайда болады деп ойлаппын. Үшінші уровеньдегі костюм анадан 10 есе мықты ғой. Мәссаған өте мықты сияқты костюмы. Қазір көрейік тағы қандай күштері бар екен. Мына бандиттер ғой демеші. Мен қазір бандиттерге өз күштерімді тексеретін боламын. Мәссаған қараңдар достар, мен бандиттерді осындай лазерный күшпен атып тастай аламын. Мына лазерный пушка өте күшті ғой. Мәссаған бандиттер маған атып жатыр ма? Қазір мыналарын қалай көзден құртсам болады екен? Қазір көрейік, мына жерде мүмкін ракета ма көретін шығармын. Қазір бұлардың көзден ракета. Мәссаған достар, қараңдар. Ракетамен көзден құртып тастадым. Мені қазір мынаны да көзін құртып тастаймын. Мынаны да көзін құртып тастаймын. Болды, енді ешқандай да бандиттер тірі қалмайтын болады. Мәссаған өте күшті ғой анау. Қараңдар достар, мен кез келген машинаны осылай жарып жібере аламын. Мәссаған мына қару-жарақты өте мықты ғой. Мынандай мықты қару-жарақ пайда болады деп ойлаппын темір адамда. Қазір тағы да қандай күштер бар екен? Мынандай пулемет бар екен қолында. Мәссаған қараңдар, машинаны тез жандырып жібердім. Базар жоқтан отпен ататын қару-жарақ қой деймін. Мәссаған қараңдар достар, отпен атып жатыр. Тағы да қандай қару-жарақтар бар екен? Қазір көрейік. Мәссаған қараңдар достар. Мына қару-жарақты өте мықты екен ғой. Базар жоқ, қазір вертолет жарып көрейік. Вертолетте мықты екен ғой. Қазір бұлай атып көреміз да. Мәссаған достар, қараңдар, вертолетті жарып жібердім. Енді қазір қалаға барып бандиттердің көздерін құртып қайтайық. Тағы да қалада бандиттер бар ма екен? Ондай болатын болса, мен қазір осы темір адамның үшінші уровеньдегі костюм тағып өлтіретін болам бандиттерді. Так, бұлай атып көрейік та. Мәссаған. Қазір бұлай атып көрейік та. Адамдарға атып көрейік. Мәссаған, қару-жарақ өте мықты екен ғой. Қазір тағы да қандай қару-жарақ бар екен? Мынандай бар екен. Достар, қараңдар. Базар жоқ, мына кәдімгідей бүкіл машинаның бәрін көзін құртады ғой. Мәссаған, тағы да қандай күші бар екен? Бұл темір адамның костюмы. Мәссаған, мынандай мықты болады деп ойлап, тағы қандай күші бар екен? Қазір энергияны жинап аламын, сөйтіп атып көреймін. Қазір базар жоқ. Мәссаған, қараңдар, мен осылай ата аламын. Бүкіл қару-жарақпен шынымен де бәрін көзін құрта аламын ғой. Базар жоқ, мынандай мықты болады деп ойлап мен. Мәссаған қараңдар достар. Мәссаған, базар жоқ, мені алдыма тұрған үшін осылай көзін құртып тастайтын болам. Енді қазір пожарный машинаны жарып көрейін. Қараңдар достар. Мәссаған, мен төбеден атып жатырмын. Мынандай мықты болады деп ойлап мен шынымен. Енді мен қалада ең мықты супергерой болып кеттім ғой. Енді тағы да қандай күші бар екен? Көрейік. Мынандай лазерный пушкасы бағана көрдік. Мынандай машинаның бәрін ертіп жіберемін. Қараңдар достар. Қараңдар достар, машинаның бәрін ертіп жібердім. Мәссаған, қараңдар, машинаның бәрін ертіп кәдімгі күшейтіп жібердім ғой. Мен шынымен де мына қаладағы ең мықты супергерой болып кеттім ғой. Енді қазір осы үшінші уровеньдегі костюмды Тони Старк апарып берейін. Әйтпесе қазір Тони Старк костюмсыз қалатын болды ғой. Ал достар, міне видео соңына да келіп жетті. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк және подписчикті басуды ұмытпа. Ал ондай болса, сау болыңыздар.